Сәлем, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз отбасымызбен бірге осындай үлкен магазинге келдік. Әрине, балық алу үшін. Білесіздер, алдағы видеоларда мен балыққа қызығып балық алып жүргем, бірақ балығымыз өліп қалып жүр. Оның орнын толтырып жүрміз. Hey! Hey! Кореяда магазиндерде осылай әр ойыншықты ойнап қолмен ұстап көріп алуға болады. Бірақ та қазір вирус болғандықтан бұрынғыдай емес. Бұрын мына жерде барлық ойыншықтарды прям жасатып қойып балдар ойнап көріп, сосын қызығып алатын. Қазір вирус болғандықтан мұндай нәрселердің барлығына запрет қойған. Төменде қаншама доп тұр, жоқ, бұл төбедегі допты алу керек. Айшаға біреу қарап тұрса, оның реакциясы осындай болады. Көбінесе Айшаны жақсы көріп, корейлер жақсы көріп, осындай ойнатып қарайтын болса, ол үнемі қабағын салып, алдынан жолатпай солай қабағын тырыстырып алады. Осындай бетін жауып алады солай. Басында мен алған балық осындай золотая рыбка болатын. Қазір үйде біреу бар, бірақ қалғаны өліп қалды. Бұл балықпен басқа балықты қосуға болмайды екен, оны мен басында білген жоқпын. Сонымен қайттан осындай балықты көбейттік. Өкінішке орай қазір 3 қалды. Мен сіздерге алдағы видеоларда оны да көрсете жатармын. Солай. Мен қандай гүл сатып алдым. Исін енді айта алмайым, исі вообще күшті. Қазір осыған горшок алам. Көрсетем қандай алғанда. Гүлге мен горшок алып отқыздым, бірақ та гүл осылай үлкен болып өсіп кетті. Барлығы жақсы болатын, мен одан кейін үлкен горшок алдым, бірақ та мына бір қыз барлық гүлді аударып, гүл пілімен аударған. Бұл жерде мен өзім салып қойғам ішіне. Кішкентай горшокқа мен помидор еккен болатым, оны да аударып жоқ қылып тастады. Енді білмеймін, әзірге гүлдің жағдайы жақсы емес.
коляскасында бала емес. Итін алып алған. Қазір көрсетейін. Осындай арнайы коляска бар иттерге. Осылай мамашалар, балдары жоқтар. Иттерін салып алып жүреді. Қараңыздар, қандай әдемі видте отырмыз. Мына гүліміз вообще күшті болып тұр мына жерде. Осындай вид. Ням-ням. Үстіңде ням-ням болып тұр. Ням-ням-ням. Все, нельзя. Андеде. Нет. Нет ты, нет ты. Наша площадка. А сейчас найдем ее. Обезьянки голове стоит паук. Сонымен кездескенше, алда әлі видеолар көп болады. Сондықтан подписаться етіп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.